Барар жер басар тауым жоқ деген Мөлдір Хайруллаева қазір кімнің үйін паналап жүр? Бір күн далада жүрдім. Ертесіне эфирге келгеннен кейін қолымда ұйықтап қалды бала. Сол кезде сол скамейкаға жатқызған кезде сол жерде ұйықтап қалды кешкісін. Мирсұлтанмен бірге тұрмаймын, оған қайта қосылмаймын деген Мөлдір неге ойыннан айнып қалды? Ал Қызылордаға барғанда туған әкесі не себепті қызымен сөйлеспей қойған? Әкеммен қызы болып жүрген кездерімізді еске түсіріп, папа, бауырыңызға баса қойыңызшы, қайтып мені. Бұрынғыдай қылып еске құшақтап сүйе қойыңызшы. Студияда жан сырын ақтарған Мөлдірдің әкесі оны кешіре ме? Сәлден соң білеміз. Қалың қалай? Өткенде енді өзің әкеңе айтар ойыңды жеткіздің, айттың. Қазір енді содан кейін хабарластың ба, әкеңмен сөйлестің ба, анаңмен сөйлестің ба? Иә, мамамен сөйлестім. Мама айтты, бәрі жақсы болады, уайымдама деп. Негізінде әке-шешеден артық ешкім жоқ екен ғой, не жерде ше. Байынан қарап тұрсаң, туыс бауырдан қарағанда әке-шешеден артық ешкім жоқ екен. Қанша ашу болса да, сонда да әлі қызымсың ғой, далаға лақтырмаймын ғой деп. Я, әке-шешем көмектесті. Алдында кішкене қиындық болған кезде қолын созды. Мен өзім просто айтпайтын мынандай, мама өйспей жатырмын, мама өйсіп берші деп сұрамайтын, өзім осы уақытқа дейін сұрамадым да ол кісілерде ше. Сол себептен сөйтіп сұрамай өзім шешуге тырысатынмын көп нәрсесін. Сенің мамамен кеше де сөйлестім, алдында да сөйлестім. Бүгін қуанышты жағдай, бүгін інім үйге келді. Әскерден оралды. Әскерден келді, қазір мамаларым абыр-дабыр болып жатыр, босамай жатқан шығар, баласын бауырына басып бір жылдан бері көрмейді. Иә, керемет, расында да жақсы жаңалық. Өзінің әскери борышын орындап үйге қайтқан бұл қуаныш қой, бұл да той ғой. Сосын бір айтар кетерім, інім сәл шыдай тұр деді. Кішкене шыдашы, мен бір-екі күн ауылда болайын. Енді әке-шешем жанынан қанша көрмедім ғой. Келем, осы жаққа келем, сен баланы қарап емін бастай бер, мен көмектесем, өзім жұмыс істесем де деп бауырым өзінің бір сөзі бар. Кеше бағана азанда сөйлескен кезде айтқан. Ой, керемет, керемет. Демек, бауырыңмен де мінекей жақсы сөйлесіп, сәл шыдаса келеді. Негізінде алдында көріпті, анша жастай жүр. Не жылап жүрсің, біздің енді бауырымсың ғой, өйтіп не қылмай қой дейді. Жылама, біз бармыз ғой, жетім емессің ғой дейді. Басқасы күн қараңғалса да біз бармыз, кішкене күте тұр, енді шығып алайын, үйіме барып алайын. Сосын бәрі жақсы болады, кішкене шыдашы деді. Керемет, керемет. Мен де қуанып отырмын сен мынау жаңалықтарыңды естіп. Енді дегенмен анаңмен сөйлестің, енді анаң әкеңмен сөйлесуге, бір бітімге келуге дәнекер болған жоқ па? Ешнәрсе айтқан жоқ па? Әкеңмен сөйлескен жоқсың, шыныңдай. Иә, папам андай. Папам өзім сияқты да, сөйлеп қалған не болса да, папам көбінесе ашық мінезді болса да, бірақ ашуын көрсетпейді де ешкімге ше. Папам өзі бүйтіп тынып жүре береді, бірақ айтпайды. Жақсы дейді да қойсады, бірақ уже білесің да әкем қандай екен. Ішіне тынып жүрді, уже былайынан айтпайды, все равно айтпайды. Мамама да қатты ауыр тигізгісі келмейді, маған да тигізгісі келмейді. Сол үшін өзіне жеп жүре береді. Алло, Мейрамбек аға, ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аман. Құтты болсын, ұлыңыздың әскерден оралуы, аман есен оралуы құтты болсын. Аумин. Бізде естіп қуанып отырмыз, азаматтық борышын орындап келген екен. Бұл негізі үлкен қуаныш қой. Құтты болсын, ұзағынан болсын деген келеді. Аумин. Аға, енді өткен жолғы эфирді көрдіңіз, қызыңыз қазір біздің студиямызда тікелей эфирде сізбен байланысып отырмыз. Ата-анадан артық ешкім жоқ екен деп өзі айтып отыр. Соны мен де ішімнен ойлап отырмын ғой. Ойпырмай-ау, осын біздің бағдарламаға келмей біліп педің, әлде біздің жобаға келгеннен кейін соған көзің жетіп отыр ма деп. Жоқ, негізінде білемін ғой, әке-шешем барына. Иә, дұрыс, расында ата-анадан асқан ешкім жоқ. Аға, енді қызыңызға қанша дегенмен енді білмеймін, енді ата-ананың балаға деген реніші болмайды. Қанша дегенмен, бірақ енді жасап қойған қателіктер өзінің кінәлері бар ғой. Кімнің болса да. Жалпы өзіңіз қалайсыз қызыңызға деген ренжуіңіз бар ма, сөйлесе алмай жүр екенсіздер, оған да бір себеп бар ғой. Өткен эфирде өзі ағынан жарылды, кәдімгідей әкешім мен сізді жақсы көрем деп кешірім сұрап. Жоқ, мені өкпе ренішім жоқ. Папа? Да. Папа, қалайсыз? Тағы да кешірім сұрайыншы, осы жерде кешіріңізші мені. Иә дедім ғой. Ұятқа қалдырғаным үшін, иә. Иә, үйде қонақтар бар еді, сөйлесе алмаймын ау дұрыстап. Қойыңыз.
аға қазір бір сәт Ассалаумағалейкум. айтыңыз. Ассалаумағалейкум, мен сізге бір сұрақ айтайын деп едім. Мен сізге мына әке ретінде сізден әкесіз қой Мөлдірдің. Мөлдірдің бір кішкене балалық жасақ болған екен, ол адам болғаны қателік кетеді. Мына үлкен қызыңыз екен, бір ұлыңыз армиядан келіп жатыр екен, әскерден. Құтты болсын. Мына Мөлдір қызыңызды кешіріп қойсаңыз деп айтайын деп едім, әке ретінде. Мен Иә, дұрыс. Иә, енді Талғат ағамызда әке балалары бар, қыздар. бәрін кешіремін ғой, мен кешірмегенде қаққа барам. Ой, рахмет көке. Міне, болды. Мөлдір көптен бері хабарласа алмай, сөйлесе алмай жүрген, міне әкешіммен де қазір сөйлестік. Рахмет аға, қуаныштымыз сіздің қуанышты дауысыңызды естіп отырғанымызға. Міндетті түрде алдағы уақытта хабарласамыз. Жақсы күндер көп болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Амин. Қонақтарыңыздың жанына барсаңыз болады енді. Рахмет аға. Оқыр. Сау болыңыз. Иә, енді әкеңе расында да қояр біраз сұрағымыз бар еді көкейімізде, енді мынандай қуанышты жағдай болып тұрған екен. Қуанышты інім келді, шынымен де екеуміз екі бала екі жақта жүргеннен кейін ол кісілерге де оңай емес, үйде жүрген кісіге болады. Негізінде інім келген кезде менде баруым керек болған тұғын, енді қазір осы баламен жүргеннен кейін мен ешқайда бара алмаймын, бірақ бәрі бітіп не қылса інім келіп балам емін бәрін бастап бәрін балам бірінші жазылып алсыншы, аяққа тұрып алсыншы, мен үйіме барам, әке шешемнің жанына ше. Келетін адам артымнан өзі келер іздеп. Не істейін енді баста? Мен айырбастай алмаймын өзімнің барымнан. Керемет, күшті, иә? Артымнан келер керек адам. Келеді, алып кетеді. Мен Сұлтанды алдында қабылдамаймын деді, одан кейін барып керек болса келеді. Қызыңыз бар ғой, мысалы, ешкім кеп сұрамайынша, қолын кеп алмайынша қызыңызды жібере саласыз ба біреуге? Енді менде әзірше қыз жоқ. Наводище болса. Енді, иә, әрине, кімде болсын. Мен әкемнің орнына просто өзімді қойып келіп, қызын қолына алып, сөйтіп, әкесінен анасына рұқсат алғысы келеді ғой. Түсініп отырмын, сен айналайын алыппын, сен шын мәнінде айтып отырғаның рас, өзің жан бар. Алдағы уақытта Мирсұлтан енді өткенде өзің көрдің, естіңіздер, 6 ай деді, одан кейін бар 1 айға қысқарды. Бұйыртса жақын күнде келіп қалса, мен ешқандай таң қалмаймын, иә. Міндетті түрде әкесін, анасын алып келіп, сені ата-анаңмен таныстырып, ол да болып қалар деп мен үміттенемін. Енді қазір сұрақ бар екен біздің кейіпкерлерімізде, Мадина айтыңыз. Мөлдір, мынау саған енді қауышып жатсың ғой, әкең кешіріп жатыр, мен қуанып жатырмын, бірақ бір сұрағым бар. Ертең болашақта Мерлан келеді, Мерлан екеулерің енді Мерлан келеді, иә? Сен енді татуласқың келіп жатыр, жолдасың менші бұрынғы. Енді Құда қаласа татуласып, әдемі болып жатсаңыздар, тағы осы ситуация қайталанып кете ма деген күмән бар да менде. Просто ол бір тастап кеткен адам екінші рет тағы қайталайды да. Сол үшін менің саған немді советім, сен алимент алып лучше балаңның ем-домына көмектессең деген. Айбек. Мен Мадинамен қосылмайын, бір нәрсе айтып кеткім келеді. Мен қуаныштымын, Мөлдір бауырың келіп жатыр екен, әкең бауырға басады. Айтады ғой, бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды. Ата-ананың разылығы, Алланың разылығы. Қателігіңді түсініп атсың, ақылы бар қызсың, жаңа баламның емдетіп алайын, барам дейсің ғой. Бірақ мен саған бір нәрсе айтам, Мирсұлтанның орнын ешкім баса алмайды. Өйткені туған әкенің аты туған әке. Және толыққанды жоқ, қайталанбайды. Ақылы бар адам, санасы бар адам әр қателіктен сабақ алу керек. Бірінші саған басылу керек, еркелікті қою керек. Енді қателестің ба, енді адаспайтын, әке шешеңді ұятқа қалдырмайтын. Сондай нәрсеге қадам басуың керек. Бәрі жаңылады, бәрі сүрінеді, бірақ өмір омен тоқтамайды. Ақ пен қара сияқты жығылып, аяққа тұрып, ендігі жерде мен әкемді жерге қаратпаймын, анамды жылатпаймын деп, осы қағидамен өмір сүрсең, бәрі жақсы болады. Керемет, рахмет. Айт. Мамам әке-шеше емес, алдында бір сөйлескен кезде негізінде айтқан, мама бар, келді, табылды деп ше. Айтқан кезінде мамам айтады, ой, ол баста сені мен көріп, мамам өзі көрді деп, тәтерерімде біледі, алдында сөйлескенде, ол бір қайталанған адам, сіздің айтқаныңыздай қайталайды. Если мен қаншама уақыт мен білетін адам болсам, мен де семья құрған адам ғой, мен де білемін ғой дейді. Бірақ ол опять қайталан, ертең мақұл жарайды, сен алып кетті дейді. Не істейді, қолында дымы жоқ болса, документі жоқ болса, мақұл папа болады ғой, мама табады ғой, мен көмектесем, бірге жұмыс істейміз, өсіреміз ғой, әйтеуір десем,
мен сенің кіремеймін дейді. Сенің ойың, нақты ойың, жақсы. Мұн жақтан неше түрлі ой пікір айтып жатыр, ата-анаң айтып жатыр, достарың, танысың, бәрі айтып жатыр. Не түйдің? Ештеңе Не түйген енді жоқ. мақсатың? Мен ол келгенін қалаймын осы жаққа. Келгенін қалайсың? Келсін, баламды көрсін. Бір мәмілеге адам болса келейік, көрейік не болатынын. Менің де әке-шешем Жаңа бар. парақтан бастап көрейік дейсің ғой? Ана жақта да әке-шешесі бар, менің әке-шешем бар. Может, келсе мүмкін, әке-шешем мүмкін қабылдайтын шығар ол кісіні. Шын ғой енді қабылдайтын шығар. Ешкім мен мысалы ол да жетім емес, өзім туысақ енді біреу келсе, адам ұсап, ұлын сұрап алып кетіп кетсе, бала соныкі білемін, соның баласы, өзінің баласын мойындап тұрғаннан кейін, өзінің баласы біз керек болғаннан кейін, енді ағайын туысы келіп, мен адам ұсап алып кетсе, мүмкін әке-шешем ойы шама болса да жақсы Енді қазір жаңа жағынан әкең айтқан жылы сөзі де былай жалпы дауысының өзінен де мен байқадым, ешқандай саған реніші жоқ. Енді сен айтқаныңа мен де қосыламын. Адам бәрі өзгереді, өзгермейді дегенге мен сенбеймін. Біреулер айтып жатады ғой, адамның несі, характері ешқашан өзгермейді дейді. Мен оған келіспеймін. Айбек, айтыңыз. Қарындасым, сізге қарасам, сіз мен қарындасым, мен қызы өсіріп келе жатырмын да қазірше. Мен қызым да сіз сияқты уже 16 жаста, мысалы, үлкен қызым ше. Сізге қарасам, баратын жерім жоқ, баспаналап, арды жерде бір жүрмін, бұлай жүрмін дейсіз. Бұлай киіміңізге қараса, мен олай түсінбеймін. Сіз қалай бұл? Сен алмайсыз ба? Оны айтамайын. Сен алмайын. Сөз шыны керек бар ғой. Мысалы, алиментте де киімі әдемі. қарындас сол сайкс келмейді да. Бір Енді сайкс келмейді мына сөзгеш, мына сіз сен айтқаныңыз қазір оған. былайша айтқанда әдемі киініп жүруің, әдемі болуыңа сен кінәлісің. Не себеп ол? Мен негізінде қыз баламын, бар жыл жасым 25-те. Сіз молодец, сіз өзіңізге қарап жүрсіз, мысалы, киіміңізге бәрін қарап жүрсіз. Бүйтіп, ол негізі көп. Енді Айбек, енді бір нәрсені түсініңіз, бұл Алиментте де негізі бір айдан бері көшеде жүрген жоқ қой? Бір айдан бері көшеде көптен бері келеді маған киімін, киетін. Негізінде қыз бала ұқыпты болып киінеді. Негізі өзіне қараған дұрыс ол. Орыста сөз бар ғой. Орыста сөз бар. Сибирлі дейтін аға дегенше. Просто сізге қарасам қазірше, олай қарасам мен қалай сөзмен жеткізеймін оны. Өтірік сияқты да мынаушы. Жарайды, енді мен жауап берейін. Жауап берсін. Бұл қыз болғаннан кейін мен ұқыпты киінемін, өзім заттарым бар. Осымен 15-ші рет айтты, өзіме қарайтын адам болғаннан кейін мен өзіме қарап қалған адаммын. 25 жас. Мен балама да өзіме қараймын, өзіме де қатты қараймын. Екеумізге де қатты мұқият қылып қараймыз. Енді киім келгенде ол бастан киятқан киімдер, ана қыздан аламын, мына қыздан аламын. Мысалы, біз бір-біріміздің киім киіп үйреніп қалғанбыз. Кейін ал, если кірпікке кисем, мен кірпікті мен өз қолыммен жасаймын, өзім істеймін. Оны ол қымбат емес те, ол пәлен мындай ақша емес. Оны бір істесе істеліп қоя береді. Өзім қолымнан келетін нәрсе, бояна аламын, шашымды істей аламын, өзіме қарай аламын. Ол өзімнен барымды жұртқа көрсетпегенде немді көрсетейін. Енді балам тап-таза, Құдайға шүкір, көрдіңіз, бір үстінің ағып отқан кірі жоқ. Мен өзім де тазамын. Не істейін енді? Барым болса енді, жұрт айтады, далада жүр, қалай жүріп киінеді. Мен Жанат әте сіздің үйіңізде де жатты, мен өзіме қатты қараймын. Азанда ерте тұрып, жуынып, мен сенем өзіне өте қатты қарайтын қыз, ылғи да қолында айна түспейді, қолына өзіне қарап жүреді. Негізі, Мөлдір, сен жаңа алимент туралы айттың ғой. Айбек, қыз былай жаса. Менің есімім Тахир. Мөлдір, жаңа алимент туралы айтып қалдың, саған демек алимент керек болып жатыр. Алимент алу керек. Біздің бағдарламаға келудегі мақсатың былай да болып жатыр. Ұлыңның әкесін таптық, шүкіршілік. Енді мүмкіндік болса алимент алғың келеді. Елнұр ханым, қош келдіңіз тағы да. Айтыңызшы, негізі жалпы сіздің тәжірибеңізде болды ма шетел азаматынан алимент өндіру деген? Яғни бұл жерде шетел азаматы дегенде ол мен яғни кейіпкер ретінде келіп отырған Мөлдірдің ол баласының әкесі. Ол қандай азамат, қай елдің азаматы болсын, ол қазіргі таңда жаңағы кішкентай баланың әкесі болып атанып отыр. Сол себепті бұл жерде әкелігін мойындап отыр. Мен алдыңғы нелерде көрдім. Әкесі өз баладан қашқақтап отырған жоқ. Яғни мен әкесімін деп өзі мойындап отыр. Сол себепті бұл жерде біз әкелік туралы дау жоқ. Енді мен не айтам, сіңілім Мөлдірге айтарым, баласы, қазіргі таңда баласын туу туралы куәлігі жоғалып кетіп отыр екен. Соны қайтадан жаңғырту керек, яғни жасату керек. Одан кейін баланың туу туралы куәлігінің дубликатын алғаннан кейін, соның көшірмесі мен жаңағы жолдасын шақыртып,
Мирсұлтан, иә? Мирсұлтанды Астана қаласынан осы жаққа келем деп отыр ғой. Сон келген кезде арнайы соңға барып, баланың туу туралы куәлігімен бірге өзінің жеке куәлігін қосып, балаға әкелігін беру керек ол кісі. Яғни әкесі деп тану керек. Ескеретін жайт, Мирсұлтанның да құжаты жоқ. Біріншіден, бірақ Қазақстанда жүргеніне 5 жылдан асты, иә? 5 жылдан асты деп айтайын. Мөлдірде сүйреті бар, сонымен қатар біз байланысқа да шықтық қой, өзіңіз көрдіңіз. Мөлдірдің салғырттығы бұл баласының құжаттарын жоғалтып отыр. Сонымен қоса, тағы қандай құжат не жоғалтып дедің? Баламның 16-ға берілген жолдамасы кетіп қалып тұр. Енді ол Қызылордадан берілген жолдама ғой. Сосын баламның метіркесімен, енді бұл кісі жоқ кезде мен больницадан шыққанда маған, то есть сондан маған метіркемен жалғыз басты ана деген үлкен қағазбен берген. Соны да жоғалтып отыр. Жалпы негізі қанша уақыт кетеді осы құжаттарды қайта жасатуға? Және де жаңағы жалғыз басты, яғни алимент бұл кісі енді қараңыз, егер де Мирсұлтан өз әкелігін жаңағы анықтап жатқан кезде, әкесі болып танылған кезде, бұл кісі жалғыз басты ана болмайды. Бұл кезде уже жаңағы баланың әкесі анықталады. Толыққанды дегенде баланың әкесі болады, анасы дегенде өзіңіз. Ал жаңағы құжат дайындау барысы, ол енді соң қызметкерлеріне арыз жазады, яғни өзінің төлейтін төлемақысы бар, квитанция, түбіртек сол өздерінің көрсетілген сумасын төлеп, және соны өткізген кезде соң қызметкерлері өздері қарайды. Әрі кетсе 15 күн, 30 күн кететін. 2 аптаның көлемінде. Қазір негізі соны дейді, мен 2 күн ба 3 күн болды, соны есіңе алып отқам ше. Сондар соткамен істейсің, телефонмен істейсің дейді. Мен істелінбейді, өздерінде қарап көріңдерші, мен де қарап көрді. Олардан мен бардым, ішіне кірген өзіне де істемейміз сендердің дейді. Қызылорданы да барып істесең де болады дейді. Мен қалай барам, баламен документімен жүрмін. Ол кісіге ренжімейміз, оларға айқайлағанда жоқпын. Мен сенен тамақ сұрап тұрған жоқпын. Мен сенен ақша сұрап тұрған жоқпын. Бар жоғы баламның заңды түрде мен просто документімді восстановить етуге сұрап тұрмын. Керек ме уақыт несін төлейін дедім. Пожалуйста, істеп берген не қылыңыздаршы десем, мені жоқ деді, одақ шарж жүрді. Мен соңға айтарым рахмет. Мөлдір, маңғыра. Біріншіден, сен өзің кінәлісің, салғырттығың. Екіншіден, сен халыққа қызмет көрсету орталығына ренжуіңді айтпай, 21 ғасыр солғұрлым сен әлеуметтік желілерде отырасың. Қалай жасау керек, қалай оны, яғни саған онлайн түрде өткізсеңіз болады деп отыр. Жалпы негіз база бір ғой барлық жерде, бүкіл Қазақстан бойынша. Онлайн жасауға болады оны. Тахираға онлайнда көрдім. Оның үшін негізі ютубқа кіріп көретін болсаң барлығы бар. Мөлдір ЭЦП жасатып алу керек. ЭЦП-ны онлайн түрінде қазіргі таңда беріледі. ЭЦП-ны жасатқаннан кейін өзі енді қазіргі таңда жаңағы уақытша тіркеуге тұрдың ғой, сен осы Алматы қаласына. Әзірге. Болмаса осы қалаға, Алматы қаласына уақытша сен тіркеуге тұрып, сол арналған сол жердің жаңағы халыққа қызмет көрсету орталығына барсаңыз, сол жерде жасап береді сізге. Қазіргі таңда негізі бір жерге тіркеуге тұрудың өзі де бір қиын болып кетті ғой. Қызалдақ. Мөлдір, мен саған таңғалып отырмын да, жаңа сен оймен өз-өзіме қарай, мен пысықпын деп атсың да, сонда сен балаңның документін қалай жоғалтып жүрсің, ол важный документтер, тем более да, сонда до такой степени пысықтығың болса, неге балаңның документін өзіңмен бірге сақтап қоймайсың, таңертеңмен тұрып боянып, сол кірпік жабыстырып, сол өз-өзіңе қарағанша, лучше балаңды емдеу үшін сол документтерге қарамайсың ба, не деген пысықтық бұл? Жауап бере кетейін. Ақыр Қызылордаға бардың, балаңды алып келдің, құжаттарын алып келдің, соған енді Қызғалдақтың да ашу келіп отыр ғой. Құжаттардың бәрі қолымда болды, оның бәрі негізінде редакторыма дұрыс түсіндіріп айтқан, оның бәрін ашсам қазір тағы да шу болып кетеді. Жай ғана мен өзімнен ғана жоғалдым деп қоя салайын. Бояну құрал саймандар емес, қажетті... Мен негізі жоқ, құрал саймандар емес, мөлдір логичный жат ол. Сен тұра тұрыңыздаршы, сен айтасың да, ой, мен балам ауырады, дебе сөйтіп ойлай бергенше, сен ол документтерді қасыңа алып жүр. Сен ертең менен үлкен адамсың ғой, мөлдір кешір, менен үлкен адамсың. Сен түгілі менің өзім баламның документтерін сейфке салып сақтаймын. Сол үшін сен қорқу керексің. Не деген адамсың, не деген жүрек, ол қандай аналық сезім, ол мен түсінбеймін сені.
өзіңді мақтай бересің, оданша балаңды ойлашы, айналайын, балаңды ойлашы, сен өз өзіңді мен емес. айтайын былайынан, негізінде бұл документ 5 жыл мен осы уақытқа дейін туылғаннан бері документтің бәрі қолымда, осы уақытқа дейін бір жомы қалмаған. Негізінде затымды мен бір кісінің үйіне негізінде уақытшаға қоя тұрғам, барған кезде тексердім, документтің бәрі тұр. Ол астыңғы сумканың астына итого папкада тұрған нәрсе, ол жатты сумкамда. Енді ертесіне сол бір күн сол жерде болды заттарым, бірақ күн ертесіне бір алсам, уже қарағанда ол үйде жоқ, уже жоқ. Мен оның алдынан Аяқ барып шығарып кеткен ба? Иә, мен негізінде бардым, сұрадым, алдынан өттім. Пожалуйста, документім сізде болса, беріңізші дедім. Ол жай ғана қарап, алған жоқпын деді. алған жоқпын деді. Талғат аға. Доказательство болған жоқ. Жаңағы мөлдірге қарсы айтып отқан Қызғалдақ ханымның жаңағы пікіріне мен қосылмаймын, потому что жаңағы неге десеңіз мөлдірдің жаңағы қазір баспанасы жоқ біріншіден. Бүгін ана үйде, ертең ана үйде, сол конечно ол жоғалтады. Өзім баласы кішкене аурушаң екен. Ол қызды түсінуге болады, оны не қылып жамандай бермейші. Мен мөлдірге жаным ашып отыр өзім. Үйім болса үй берер едім, әрине. Жағдайым өзімде онша емес. Талғат аға мынандай ғой, қанша квартирадан квартира көшіп жүрсің. Қазір былай жасайық, бізге Қызылорда қаласынан мөлдірдің, жаңа бері қоңырау шалып отыр, мөлдірдің жерлесі екен, қоңырау шалып отыр. Алло, амансыз ба? Алло, саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Есімді айтпай қойсам бола ма, өтініш? Жарайды, айтпай қойыңыз. Айтыңыз, тыңдап отырмыз. Ғой, мына мөлдірге айтайын дегенім, жаңа мөлдір сіңілім ау, ол бәрібір кеткен адам кетті, ол қайтып келмейді бәрібір. Менің басымнан да өткен сондай жағдайлар. Сонда? Демек... Екінші марта ол қайтып келмейді бәрі. Мен солай миғанда сөйткен үйленеміз деп алдап солап өмірімді өкісті осы уақытқа дейін. Ол қажет емес екінші қайтап неғымай қойсын. Түсінікті. Енді былай жасайық. Сізге көп рахмет, сіздің пікіріңізді естідік. Енді кім қандай шешім қабылдайды, ол әркімнің өзінің құзырында. Толқын? Мөлдір, енді саған айтарым, әке шешеңнен артық ешкім жоқ. Ол ана жаңағы қырғыз азаматы болғаннан кейін ол қайта жаңағы бұрынғы қылықтарын істей ма деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтар дұрыс қой, шыны керек. Мен айтсам қазір негізі бар ғой. Қайтадан қайталайды, әке шешеңнен бауырларыңнан артық ешкім жоқ. Ұлтқа бөлінудің қажеті жоқ, тәте. Олай айтқаныңыз дұрыс болмайды. Дұрыс емес негізі. Сосын Талғат аға мен келіспеймін. Қызғалдақ басқа жағынан түсіндіре алмай қалды да негізі. Шынымен азанда тұрып кірпік жалғағанша бәріміз де квартирада жүрміз. Мен де жүрем, бұл да жүреді. Жоғалтып жатқан жоқпыз ғой. Жабыстырып жатқан жоқпыз. Ол не айтып отырған жоқ? Әке шешеңнен бауырларыңнан артық ешкім жоқ қой. Өзіміздің Қазақстанда тұрдың ба? Саған көмектеседі де. Жаман ұлт болмайды, жаман адамдар болуы мүмкін. Тыңдаңыз, Толқын, енді қашанға дейін ата-анасына масыл болу керек? Өзіңіз ойлаңызшы. Жаман адамдар болмаса, мен ойлаймын. Біз ол жігітті көрдік, сіз ол эфирде болған жоқсыз. Өте керемет, жақсы жігіт. Сыпайы, жаңа баласына көңіл бөлмеген болмаса, енді көңіл бөлетін шығар. Өте керемет жігіт негізі. Баласымен ол жігітпен тұрып көрмеген. Эльнура ханым сөйлеймін деп жатыр. Өзіңнің көңіліңе қарасам, қосылғың Біз тұрып көрмесек, ол не үшін ізденсе, ой балам, әкесі маған алимент керек, мен далада қап қойдым, мен үйтіп қойдым, бүйтіп қойдым деп. Оданша сен іздемей қойың керек еді, ондайды мөлдір. Қазір Эльнура, не айтқыңыз келіп жатыр, айтыңыз. Айтыңыз. Эльнураны тыңдайық. Иә, құрметті көрермендер, кішкене сабырлық сақтайық, иә, бұл жерде. Сіздер мөлдірге қазіргі таңда не үшін құжатты жоғалттың, неге салғыртпен қарадың деп жатырсыздар. Бұл енді болар іс болды. Бұл әдейі істеген жоқ. Ешкім құжатты жоғалтпайды ғой әдейі. Бұның бәрі, иә, аяқ астынан туындап отырған жағдай. Сол себепті бұның бәрін сабырлықпен қарап, енді бізге мына құжаттарды қайтадан жасатудың амалын қарастыру керек. Енді не айтам мөлдірге? Жаңағы айтылған баланы туралы куәлігін біз қайтадан жасатуымыз керек. Сонымен қатар әкесі болып жаңағы куәлік әкесінен алдырту керек, әкелікті анықтау туралы. Және әрі қарай уже әкесі болып анықталғаннан кейін сіз жаңағы арызбен сотқа жүгінуіміз керек. Яғни әкесінен алимент өндірту керек. Егер сіз ол азаматпен болашақта қайта тұрам, өмірімді жалғастырам, балам жаңа толыққанды отбасы болады десеңіз, сіз ол азаматпен әрі қарай өмір сүресіз. Алимент алмайын десеңіз өз еркіңіз. Ал егер жоқ, мен тұра алмаймын, бірақ ол баланың әкесі мен алимент алу
міндеттімін дейтін болсаңыз, ондай жағдайда жаңағы құжаттарды істеп жасап біткеннен кейін, әкелікін анықтағаннан кейін біз міндетті түрде арызбен жүгініп, балаға алимент өндіртуге жаңағы арыз береміз да 3 күн ішінде сот бұйрығын шығарып береміз. Керемет, рахмет. Жаңа қол көтеріп отыр. Гаухар, микрофон беріңіздерші. Мөлдір, мен қанша уақыттан бері сені бәріміз көріп жатырмыз, сенен тек 2 қасиетті көріпсіз. Біреу сен бәрін кінәлайсың, екіншісін көл көсір жылайсың. Болды, басқа ештеңе істемейсің бар емес пе? Енді Мирсұлтанда келдің да, ол ештеңе таппай, ештеңе не қылмайды, былайнан болып жатсың да, міне, былай. Неге? Онда неге басынан бастап келгенде осы тауып беріңдер, содан басқа адам керек емес деп келдің. Енді келіп алып енді неге керек емес дейсің, мен вообще түсінбедім. Содан кейін расында да біздің бағдарламамызға келген кезде сенің айтқаның маған тауып беріңіздер дедің. Одан кейін барып Мирсұлтанды біз хабарға қосып сөйлескен кезде кел дедің. Одан кейін жоқ, маған керек емес дедің. Енді алимент деп жатсың. Кеше алдында да эфирде айттым, иә, мен сіздерге. Одан кейін ашумен кеттім деп. Енді ол келеді. Мен айтып тұрып қой, келсін бір мәмілеге келейік. Ол қалай болады? Айттың ба сен кел конкретно. Келеді. Енді келсін да мен оны келмейтін адам барып енді не істейді? Жоқ, сен айттың ба дейін, айтуың керексің ғой, сен айтуың керексің ғой. Сен не вообще ештеңе не қылмайсың. Микрофонға айтыңыздаршы, сөйлесін. Сен өзің не істерін білмей жүрген адамсың, Мөлдір. То былай дейсің, то былай дейсің. Келеді ғой, мен оны хаттамақ келемін. Купе. Туысқаныңмен, бір досыңмен, мамаңмен, жеңгеңмен, өзіңмен 4 адам болып ауылға келдеш, болды ғой, саған басқа ештеңе істемейді ғой. Жоқ, мен бір нәрсені түсінбей тұрмын да, қазір алимент керек деп отыр, иә, Мөлдір? Сен өзің Мирсұлтанмен сөйлестің ба, айттың ба? Мирсұлтан, мен алимент өндіремін, осындай менің ойым қайтадан өзгерді, не дейсің деп ақылдастың ба? Тахираға мен оға кісіге бір ескерттім, өткенінше алдында мен қанша реттім қазір көмектесе қойш деп, я деп қояды да, бірақ сол күйі тоқтап тұрыңыздаршы, сол күйі қойып қойды да ол. Бар ғой, осы жерге келген кезде ойбай бір еркек болса болды деп, мына жерде шулатып, енді мен айтып айқайлап, ешкімге сөз бермей отырдым да, енді өз күйеуім балаңның әкесі келген кезде сөзімнен секірме, тәпішкенге айтайын да енді тоқтап. Дұрыс нәрсені айтып жатыр, Мөлдір, тыңда. Енді сен тыңдасайшы, саған шын нәрсені айтып отыр. Егер Дидар бар ғой, Нұралидің папасы, мен балам әкесі Дидар сөйтіп келген кезде бар ғой, мен сразу бұрынғы зорлағаны қарамай мен қосылып кететінен, өйткені сөйтіп келіп тұрса, мен алдынан кешірім сұрап, қызғалдақ кешір мені, мен дейтім бәркөлін жасаймын, балам үшін бәрін жасаймын, не қалайсың бәрін жасаймын деп тұрған адам ол. Ертең келем деп тұрған адам, сен өзің бетін қайтарасың. Егер Дидар сөйтіп келсе, мен оған кешіріп тұрмысқа шығатын едім. Бетін қайтарып отқан жоқпын. Сен өзің не істерін білмей жүрсің, қойшы Мөлдір. Сабырлық сақтайық, иә, мына жерде кішкене сабырлық сақтайық. Мөлдір айтып отыр, қазір өзі не жасарын білмей отыр Мөлдір қазіргі таңда басығат. Енді жақсы біздер заңдық тұрғыдан көмек беруге келіп отырмыз ғой. Енді біздің көмегімізге сүйеніп әрі қарай жақсы болып кетеді деген үміттеміз. Сол себепті бәріміз қазір тағы да өзгермесе екен дейміз да. Өйткені кейіпкерлердің айтып отырғаны рас, шырылдап отырғаны. Мен бастан бастап тыңдап келіп отырмын ғой. Сен қазір бірақ мен Мөлдірге айтушы едім. Мөлдір бар ма жоқ па мен түсіндіріп беруіме? Мөлдір түсіндіргің келе ма? Айтатының бар ма? Былай жасайық, онда. Қара, қазір 45 мың сұрақ қойылды. Сол сұрақтарға енді біз Мөлдірден жауап тыңдасақ. Тахира көбісі айтады да, бәрі Мирсұлтан жақсы, ойбай, мынау деп өліп өшіп жатыр. Негізінде сіздер экранда өзін күшті көрсетеді да, бірақ самым деле ондай емес. Мен жақсы білетін адам, мен әкем мен шешем неге одан алимент алып, одан лучше оны жолатпай деп отқан. Мен сіздерге айтайын. Мен баста да айтқан толық түсінген жоқсыздар. Екіқабат кезімде, бұл кісі үйде жатқан кезде, мен жұмыс деп ішімен жүріп байна жуған кезім болды. Оны да өзі мойындайды. Есе шығып жатса, тағы да айтайын. Сөзімді білмеңіздер. Мен одан кейінгі жұмысымнан алған бүкіл остаткым бар, квартирам бар, тамағым бар, ішіп жейтін бар. Оны мен істеп келдім. Бұл емес, мен еще көтеремін одан, еще мен жұмыс. Тұра тұршы мен. Не деген батыр қыз мынау, Мирсұлтан жаман болып тұр ғой сонда. Мен айтып кетейін, менді мамам артынан үйге қарай келді дедім, екіқабат келдім, туғанға дейін келді дедім. Оны тәтем де мойындады, мынау да мойындайды, айтайын. Бірақ бұл кісі жұмыс істемей, мамамның қолына бәріміз қарадық біз. Қарадық, мен бірақ сонда да маған мама дедім, маған бұл бала керек дедім. Әкесі ғой, ертең мен басқа байға тисем де, ертең мен баламды біреу беріп баспайды дедім. Әкесі деді, мен бұл кісі бұл жерге келген бағдарламам келсін, алдына өтсін, шешеммен алдына өтіп, ең құрғаным маған қарай алатындай жағдайға болсын дедім. Сөзді білмей тұра тұрыңыздар енді, тағы бөлсен. Мен айтайыншы,
Боқтамай мында сөйле, қоя отыр. тұршы, қандай да ерке болсаң да айналайын. Айта аласың, айт. Отыр, мөлдір берген. Айтпай ақ қой, неге мен дұрыстап мен сөзімді доказать Отыр орныңа. или мен мына жерде мен қазір Отыр айтайын. орныңа деп отырмын Саған ешқандай көмек болмаса шығып кетші, пожалуйста, не әдет? Сен өзің сұрақ, тұра тұр. Сен сұрақ, сен ордаға бізге кепкелеріміз шыққан кезде сұрақ қоясың. Сен сұрағыңа жауап алып отыр ғой. Түсінбей жатыр ғой, мен түсіндіре Қысқа аламын. нұсқа айт. Бұл кісі келгеннен кейін мамам да көрді, басқалар да көрді, бұл мені бақпайтынын біледі. Бірақ мен все равно бұны іздедім, дұрыс па? Мен бәрі мамилеге келейін деп, сонда да іздедім. Бірақ іздей келе, бұл кісіден іздей келе. Қазір бізге байланысқа Мирсултан қосылып отыр. Мирсултан, салам алейкум. Тұра тұр. Мирсултан да керек емес қазір. Біз қазір байланысқа шығып отырмыз. Бұл Мирсултанның қатысы бар. Мирсултанның да айтуы керек. Бөліп тастайды, тағы да отырамыз сосын, тағы да бөлмейді, мен сенің есіңе саламын. Мен сенің есіңе саламын. Мирсултан, тыңдап отырмыз. Мөлдір. Өліп қалып мөлдір. Айт. Өліп қалған. Мөлдір кішкене адам тыңдасаңшы, кішкене андай айқай соның керегі жоқ. Тыңдап тұрсың ба осыған дейін? Мөлдір, менің бүгін шыққан себебім, болған себебім, просто мен ауылда тәтем ауырып жатыр, сөйлесе тұрған жағдайым жоқ. Сен біреуін жаманына бассаң, сен екі қабат Мөлдір, сен өзінше болмашы, айналайын. Сен өзіңнің басында келіп айтқаның, одан кейін өзің қоңырау шалып табыңдар, айтыңдар дегеннен кейін біз қалай енді не істеу керекпіз? Тек сені ғана тыңдау керекпіз ба? Мирсултанды қоңырау шалып жатыр. Мен жаманмын. Конечно, телефонның ар жағында Мирсултан өзін күшті көрсетеді, маған мен нақта боламын. Маған айтатын сөздерім, былайынан шыққан кезде эфирден сөйлескеннен кейін айтатын сөзі бөлек та, эфирде айтатын сөзі бөлек. Бөлек айтқанда не айтты саған? Айтатын сөз бөлек та, мына жақта бөлек. Неге мен тыңдашы, өтініш. Айт. Айқайламайды. Мирсултан, айт. Сен мөлдір, сен екі қабат кезіндеші, сен маған қарадың, базар жоқ. Мен сені еме қылбаймын, жамандамаймын. Қарасаң, бір 10 күн қараған шығарсың. Сен мен жаман қылып шығам өмірі. Сен мен жамандамаған. Если жаман адам болсам, мен лашшы сөйлесіп айтпайсың. Бастан негіз айтайын. Хабарласпайды болсын мен сен. Мен жақсы адаммын, жақсы адам. Осыны мен сенмен хабарластым. Если жаман адам болсам, мен мына Астанаға өмір сүріп мына Астанада жүрмейтінім. Қазір момент сен мені сыйлап алдың. Мені сыйламадың, мөлдір. Өзің білесің ма яғни? Мен сен жамандамаймын да бірдеңе тапты. Емеспен. Сен эфирде отырған кезде кішкене адамды үлкендерді сыйла, кішкентайды сыйла, кішкене айқайламай, кішкене тыңдап тұрып біреуге жауап бер. Айқайлап біреуін жамандама. Өтініш мөлдір. Сен қырсық екен, білем, мен де қырсықпын, сенен өткен қырсықпын, байындама. Жарай ма? Сен оғызым бар деп қатық айқайлап сөйлеуірім оған. Жарай ма? Өтініш. Мирсултан, сен 10 күн деп не айттың? 10 күн деп, 10 күн мен қараған шығар енді, мен ауырып жаттым, мойындаймын негізде. Жұмысқа да ақуалым болған емес ау кезде. Мен қарасы, қатты қиналып қараған шығар. Мөлдір, енді сен Мирсултан, қазір Мөлдірден мен нақты сұрағым келіп отыр. Мөлдір, сен не қалайсың? Мирсултан көмектесетін болса, Мирсултан сен көмектесетін болса, о баста көмектеседі. Қазір мен әшейін ғана құр сөзімен мен ештеңе келмеймін. Осыған дейін бар ғой, сен дейтін қиналған кезде сен жаңа Мирсултанға звондадың ғой. Сөгінде Мирсултан саған 30 мың теңге салып жіберді, әйтпесе көшеде әлі жүретін едің ғой, айналайын. 30 мың мен үшін салмай-ақ қойсын. Мен үшін салмай-ақ қойсын. Біздің жылда отырғандарымыз біреуі бір тиын салған жоқ, сен саған рахмет айтсайшы, не әңгіме всегда сол жаман. Егер сен дұрыс қыз болсаң, мынандай мінезіңмен мен еркек болсам, мен сені алмайтын дедім, мына топашылар ғой. Алмай-ақ қойсын ешқайсысы, алмай-ақ қойсын. Көрген адамға шәңкілдей бересің, өзің мұнда тыңдап тұра. Сен тыңда мені, сен тыңда бірінші мені. Мына енді ата-та-та-та мен мынаны да көзімді рахмет тауып берген үшін Айбар ағаға тағы да рахмет, 31-ге тағы да мені шығарып жібере салыңдаршы. Сенен де бір теңге, сені іздегенім үшін мен тағы өкінем білек. Мен одан лучше әке-шешем жанына тұрып одан кете берейінші, мен сәл болып шығып кетті мен. Боқтамай сөйле деп отыр мен саған. Лайк мен жаба салда мен шығарып жібермейтін жоқ. Мына аяқ деп мынандай дейтін аяғым, я мен жаманмын, не тудым, шаттым, көтердім, жаманмын мен. Болғаннан жақсы, мен ғана рахметім жоғалтқан мені ұстамай ақ қойсаңшы ешқайсысы.
ақырын ақырын. Мынаны тапқан үшін рахмет. Айбар аға, көріп тұрсаңыз мына жерде сізге бірінші рахмет. 31 келді атуазиқа, сізге рахмет. Сізге рахмет. Болды, осыдан кейін мен шығарып жүр. Документсіз өзім жеткізіп. Мөлдір айналайын. Мөлдір, мен өзінде түсінбей кеттім. Негізі шын мәнінде өзі не қалап отырғанын өзі білмейді. Өзі не қалап отырғанын өзі білмейді. Сіздер ортаға шыққан кезде сіздерге сұрақ қояды, жауабын бересіздер. Эльнұра ханым. Қазіргі таңда Мөлдірде жан жақтан енді жаңа сұрақтар туындады, бәрі әсер етіп, күйзеліс үстінде болып тұрған сияқты. Енді ол біріншіден балалығы да бар, енді сөз көтере алмаушылығы бар. Сол себепті кішкене Мөлдірге уақыт керек сияқты, ойланып алсын. Енді өзінің қалауы сұрағаны, біз оны мейлінше қолдан келгенше жәрдем беріп, Нұрсұлтанды да тауып беріп отырмыз. Құжаттар жағынан оған да қарасып отырмыз. Өткенде келген дәрігерді кәдімгідей айтып отыр, мен мынау баланы өзім емдеп шығам, мейлінше қол созып көмектесем деп нетіп отыр да. Түсінуге болады енді, бір жағынан қызғалдақтың да қазір қыз балыққа беріліп отырғаны, қанша дегенмен қыз бала, қазіргі жағдайдың өзі де расында бұл әсер етеді. Енді мейлінше біз ақ қарасын анықтау ғой біздің мақсатымыз. Мен қазір Мерсұлтанға бір сұрағым бар еді. Мерсұлтан? Сәлематсыз, тыңдап отырған болсаңыз, сіздің қазіргі таңда жеке құжатыңыз бар ма? Жоқ, енді жеке құжатты қайта жасатуға мүмкіндігіңіз бар ғой, қайта жасатсаңыз, біз бұл жерде баланың, жаңағы балаға өзіңіздің балаңыз екеніңізді айттыңыз өткен отырыстарда. Енді сол баланың туу туралы куәлігінде өзгертулер енгізу керек. Сол үшін сіз әкелікті беруіңіз керек. Оған мүмкіндігіңіз бар ма сіздің? Құжатты қайтадан жасатып, жаңағы баланың әкесі болып атануға мүмкіндігіңіз бар ғой, оған қол ұшыңызды бере аласыз ғой? Бар, берем. Енді сізден қазіргі таңда енді Мөлдірдің жағдайы кішкене күйзеліс болып, уайыммен жаңа жылап шығып кетті. Бірақ мен қорғаушысы ретінде Мөлдірге көмектесем, Мөлдірде әлі де басылады деп ойлаймын. Енді қазір кішкене сәл еркелікке қыз балыққа салынып отыр ғой. Шын мәнінде біз өзіміз уәде бергендей, баланың бұл жерде шын мәнінде баланың тағдыры. Баланы біз уәде бергеннен кейін емдеп шығарамыз. Қажетті құжаттардың барлығына сіз өзіңіз жәрдем бересіз. Бізде оны қадағалап, қолдан келгенше бізде көмектесеміз. Дәрігермен біз келісім шартқа отырып қойдық. Сондықтан да баланың тағдыры бізде басты нәрсе. Баланың туу туралы куәлігін жасату керек. Мерсұлтан, сізде қолыңда қандай құжаттар бар, соны бізге жіберсең. Менде құжат жоқ, қазір атырауы мәнінде. Документім жоқ, соға жүрген құжат жүрмін. Құжатты жасатуға тырысуың керексің, Мерсұлтан. Бізде негізі сенің бұрынғы құжатыңның көшірмесі бар, Мерсұлтан. Айтпақшы, сол құжатың жоғалтқансың ғой, жеке куәлігіңді? Жоғалтқанда шоу өтіп кеткен, уақыт көрдім. Бізде көшірмесі бар, біз көшірмесін таптық. Көшірмесімен жасауға болады ғой? Көшірмесімен жасатуға болмайды негізі. Жанасын, оригиналдың алдырту керек түпнұсқасын. Сол себепті ол құжатты жоғалтып алғандығы туралы жаңағы арыз жазып, қайта жасатып алу керек. Уақытынан өтіп кеткен екен. Жақсы, Мерсұлтан, онда біз саған көшірмесін жібереміз. Сен міндетті түрде жылдамдатып, жеке куәлікті жасауға тырыс. Баланың тағдыры ойыншық емес. Хадиша ханым, Мерсұлтан, мені естіп тұрсыз ба? Мөлдір, сізбен кездескенде бұндай күйзеліске ұшыраған, бұндай қыз емес еді, Таяқтың екі ұшы бар дейді. Сізді сүйгені, сізге сенгені, сіздің балаңызды құшақтап жүріп, қазір қиналып, ата-анасына да қадірсіз болып жатыр. Мына жерде мен қыздарға айтып отырмын, қыздар, сендер де кішкене түсіністікпен қараңдар. Өзі қаңғып, баспанасы жоқ, үйі жоқ, күйі жоқ, ата-анаға баратын беті жоқ, былайынша өзін айыпты сезініп тұр. Өзінің қателігін ол өзі түсініп тұр. Бірақ өзі соны жеткізе алмай жатыр. Енді айтып жатсыңдар сендер, сен құжат
құжатыңа ие бола алмадың деп. Айналайын ау, жасым 45-ке келіп, мен де құжатымнан айырылып қалдым. Айырылғанда қалай? Ана баланың проблемасы, мына баланың проблемасы деп түсіп қалғанын да білмеймін, ұрлап алғанын да білмеймін. Сол сияқты бұл қазір жалғыз баламен Мөлдір қиналып жүр. Бірақ Мөлдірге мен айтарым, осы эфирді көрсе де, интернеттен көрсе де, Мөлдір өз-өзінің жағдайын өзі қиындатып жүрген сияқты. Мирсұлтан, оның бәріне сіздің де қатысыңыз бар. Қазір енді бұны жылатпай, бір мәмілеге келіп, баланы толыққанды отбасыда ашырап, бірге болуларыңыз керек. Өйткені бала үшін жауаптысыз. Дұрыс айтасыз. Мен де қосыламын. Барып, Мөлдірдің қалауын орындасаңыз, толыққанды отбасы болсаңыз, бір адамнан гөрі екі адамның көтерген жүгі жеңіл. Дұрыс айтасыз. Мирсұлтан, естің ғой, енді сен де ер азаматсың ғой, қазір шын мәнінде Мөлдірдің жағдайы қиын. Тіпті біз қазір енді оны тынышталдыруға тырысамыз. Эльнора ханым, демек сіз барлығына жәрдем бересіз, яғни Мөлдірдің құжаттарын жасап, алиментін алуына, сонымен қатар жаңа өзі айтып отырғандай. Енді мен бұл жерде баласының жаңағы туу туралы куәлігінің көшірмесін жаңағы жасату керек, дубликатын. Соған қол ұшымды беріп көмектесейін. Енді басты бізге сол құжат. Одан кейін жаңағы Астанада Мирсұлтан өз құжатын дайындаса, содан жаңағы Мирсұлтанның құжаттарымен әкелік анықталғаннан кейін баланың жаңағы арыз беріп алимент өндіруге біз енді бағдарламамызды пайдаланып, расында да тек сізге ғана жүктеп қоймаймыз, біз де өзіміз қолымыздан келгенше көмектесеміз. Мирсұлтанның құжатын жасауға да, Мөлдірдің де құжаттарын толыққанды жасалып, баласын емдеп шығаруға біз көмектесеміз. Заңдық тұрғыдан мен қадағалап қараймын. Ой, бәрекелді. Біз де жіті қадағалаймыз. Көп рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңізге. Әзірше біз сізді шығарып саламыз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Жұмысыңызға, тірліктеріңізге барлығына сәтті тілейміз. Ал құрметті көрермендер, ендеше мен қазір ортамызға өзі кішкентай, эмоцияға берілгіш, ерке қызымызды, қарындасымды Мөлдірді шақырғым келіп отыр. Мөлдір, келе ғой. Ой, не, өзі сондай, өзі күшкейіне сәл ашуланшақ өзі. Болды ма, бәрі жақсы ма? Қанша су іштің? Көп іштің бе? Болды, енді маған ренжіді енді. Енді былай жасайық. Жаңа мен де айттым, барлығымыз қазір Мөлдірді тыңдаймыз. Ешкім сұрақ қоймайды. Бірақ дегенмен бізде тамашалап отырған көрермендеріміз бар. Ол кісілердің де біз пікірін тыңдауға міндеттіміз. Қазір өзіңнің көршің дейді, жерлесің. Бағдаулет есімді мырза хабарласып отыр екен. Бағдаулет, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Тыңдап отырмыз. Айтарыңыз болса. Бар. Мөлдір қалайсың? Жақсы. Мен Күнсу апаны немересін таныдың ба? Күнсу апаны танисың ба? Иә. Соның немересі ғой? Танимын, иә. Мен Мирсұлтанды білем, мен Мөлдір екі қабат кездегі білем. Мөлдірдің баласында біз Тамарат екеуміз бақамыз бірге. Мирсұлтан жаңа айтып отыр да, 10 күн ауырдым деп. Мөлдір вообще баняда жуған, бәрін істеген. Мөлдір өйтіп жыламай қойшы. Өйтіп мына жерде не істеп. Мөлдір ертең біз документ ұстағаннан кейін бізде полицейға көмектесеміз. Бәрекелді, керемет. Бағдаулет көмектесем деп отыр. Мирсұлтан бар емес па? Ол вообще ол жұмыс істегенде де жоқ. Ол бізбен бірге беседкеде отыратын тұғын бізде не істегенде. Мөлдір бәрі жұмыс істейтін. Әкесі де Мөлдірдің бәрі жақсы деп ойлаған ғой басында. Ал бірақ Мирсұлтан жатсыз бірыңғай, ол кегелі баланы туғаннан бері ол сондай неге оған дауыстарын зымбек жатыр. Бәрекелді, Бағдаулет, көп рахмет. Расында да негізі мен байқағаным, қызылордалықтар кәдімгідей әйтеуір қол ұшын созып жәрдем беруге сондай жомарт жандар көп екен. Тек Қызылорда емес, жалпы қазақтың барлық азаматтары мен азаматшалары расында да қол ұшын созуға барлығы кәдімгідей атсалысады. Бағдаулет, сізге көп рахмет. Міндетті түрде бізде енді өзіміз жәрдем береміз, жәрдем беріп келе жатырмыз ғой. Мына құжаттарды дайындап, сіздер де егер қол ұшын созам десеңіздер, мархабат, біз тек қуана қарсы аламыз. Жоқ, анау Мирсұлтан мен 10 күн жаттым деген ол өтірік, ол бастайын істейтін тұғын ол. Біз Мөлдір жұмыс істеп, Самаратта жұмыс істеп, Бексұлтан, ақыр тани дегенсімізді же бізге Күнсу апанға емерсін. Мен просто қандай екенімді бір ауыз айтып кетші, мен үйім, семьям қандай екенші, балама қалай ана болғанымды айтып берші. Оны бәрі көреді, оған бәрі куә ғой, көршісі де, оның үй жақта двордың адамдары да куә ғой, бұл Самарат бәріміз ол баламыз бірге коляскамен сүйретіп жүрген адамымыз ғой.
коляскамен кәдімгі касетіп оны бағып кәдімгідей оған тамақ алып ол ондай бала вообще таршылық көрген жоқ ол Месұлтан вообще ол кетіп қалды ол бес хабар кеше Самаратта келді армиядан иә көп рахмет сізге. Просто мен көргенді ешкім мені бірінші біздің көршіміз алтын адамдар ол не болған жоқ ондай. Иә, негізі Мөлдір жаман қыз емес, Мөлдір жақсы қыз. Ол жақсы, ол вообще ондай не жағын. Қыз баласына еркелікте, балалықта жарасады. Қыз балаға жарасады, ал ер азамат жарасады. Рахмет сізге, ойыңызға, пікіріңізге, мына қолдау көрсеткеніңізге алғысымыз шексіз. Мөлдір, біз де көмектесеміз. Сен уайымдама, енді кішігірім енді қойылған сұрақтарға біз жауап алу керекпіз, сол үшін оның барлығы дұрыс. Мен бәрі ше маған ойлайтын шығар. Айтшы, сөзін бөлмейміз. Просто мен неге жылай бересің, мен қыз баламды мен жалғыз болсам да қыз балам мен тез жылап қалам. Айтуын айтып ашуға тез берілімді ұрып соғып алам да артынша жылаймын. Мен қызбын өткені. Мен өзім туылғаннан бері балам ауыртса да соқса да мен балам көп сөйлейді. Жұмыс істеп неге өзім бақпайсың? Мен жұмыс істеп жүріп баланы бағып, мен отасы ушықтырып алғаннан кейін қазір қолымда. Мен өзім бүйтіп әлпештеп құласа да көтеріп бақып келдім. Ешкімнен ештен салған жоқпын. Үкіметтен де басқасынан да. Мен Айшекті істеген себебім үшін. Просто бұны істеген себебім маған ауыр қазір. Қазір жұмыс істей алмаймын, қазір. Болды, Мөлдір, өзім бас. Баса алмаймын мен сол үшін. Қарызға болса да су беріңіздерші. Мен өзім әке-шешеме жете алмай отыр. Жетсем де бетіме қарамайтын адам ғой. Рахмет, жаңа звондап, бірақ кешірдім дейді. Бірақ сонда әкенің ішінде бәрібір қалады. Көкенде бәрібір қалады. Мен әкем мен шешем мамаммен алдында сөйлескен кезде мені выборға қалдырып қойды. Екі ортада қалып қойдым. Былай бара алмаймын, былай бара алмаймын. Просто тупо ортасында тұрмын. Әшейін тұрмын, мен қайда барамын деп. Қандай таңдау қойды саған? Мен елім Нұрсұлтанға кетсем, әке-шешем маған бүйтіп тұрмайды. Тағы да екінші қар бір рет қателік жасадым ба, екінші қар қателік жасама деп. Қате тұратырын бір рет қателік жасағаннан кейін екінші қателігімді мен кешірмеймін деді. Мен уже тұрмын. Или былай барсам, тағы бұрынғы күйімді кешем. Әкеме шешеме барсам, мүмкін өмірім жақсарып кетеді шығар, мен білмеймін ғой алдымда не бар екенін. Мен әкеме шешем маған керек. Мен жігітті алдында да айттым, жігітті тауып алам, батпақтан жасызлай, мен көтеріп алсам да көтеріп алам. Бірақ әкем мен шешем орнын кім береді маған? Сіз бересіз ба маған? Әкем шешемді маған бересіз ба? Бай алсам мен батсам. Саған айтам, дұрыс, сен бәрін айтып отырғаның бәрі дұрыс, сен ақылды қызсың, жақсы қызсың. Ортада тұрмын мен. Сен кішкене еркеліксің, тоқта, өмір еркелікті көтермейді. Бір баламен мынандай күйзелістесің, 9 бала мен сияқты бақсан қандай боласың? Сен не менің өмірім әдемі дейсің ба? Мен ұрыспады дейсің ба? Мен ата-анамды ренжітпеді дейсің ба? Менде де балалық шалалық өтпеді дейсің ба? Өмірімнен өткен тәжірибемді айтып жатырмын мен саған. Ақылымды айтып жатырмын. Ата-анаңды ешкім орнын басамайды. Ол дұрыс. Қазір енді сен өзіңді өзің қиындатып, барар жол басар тауым жоқ дейсің. Сен жетім қыз емессің. Ата-анаң бар. Ата-ана қашанда баласын бауырға басады. Бүкіл әлем теріс айналса да ана әке баладан теріс айналмайды. Сөзімді бөлме, тыңда. Сен қазір балаңмен қиналып жүрсің, дұрыс, құжатыңды істе. Нұрсұлтаннан күдеріңді үзсеңіз, ол жүрегің тыңда. Оған біздің хақымыз жоқ, сенің уже жас қыз емессің. Жасың нешеде? Сенмен жасты менің қызымның 2 баланың анасы, сенен 1 жас кіші менің келінім 2 баланың анасы. Өмір есеюді, үлкеюді үйретеді. Өмірден сабақ алуың керек. Сен енді жас қыз, жас не емессің, дюймовочка емессің. Енді анасың сен. Тем более науқас баланың анасысың. Сен соның өміріне жауаптысың. Және саған айтайын деп отырған, өз өміріңді өзің қиындатпай, әкеңді жерге қаратпай, анаңды жылатпай, сол Қызылорда қаласынан денсаулық сақтау, жаңа квота бөлінеді. Бұлай барар жер басар тау емес. Сен өзіңді өзің қиналтып жүрсің. Сен Қазақстан азаматшасың. Сенің құқың бар. Ол жақта да көмектесетін адамдар бар. Баспанадан қиналмайсың біріншіден. Барар жер басар тауым емес, бір баламен күйзеліс болып жүрсің, айналайын-ау, саған әлі неріп керек, ана баланы тұрғызуың керек, қатарға қосуың керек. Сен неге менің дәрежемде болсаң, онда жындыханада жатады шығарсың. Мен енді шаршасам, кеше бүкіл осы сәтті пайдаланып, кеше мен де эмоцияға беріліп, мына халықтан кешірім сұрағым келеді. Мен де ет пен терден жаралған жанмын.
кеше қызғалдақты қорғаймын деп, осы қыздарымды, аналарды қолдаймын деп, аналарды қорғаймын деп, осылардың сөзін сөйлейін, осыларды түсінейін, осылардың жан жарасы, күйзеліске қайдан барады ана? Жақсы өмірден бармайды. Жақсы өмірден ана әдемі болады. Жүйке қайдан тозады? Осындай жоқшылықтан, қиыншылықтан. Енді айтайын деп отырғаным, халықтан мен кешірім сұраймын. Кешегі қатты айтқан ғайбат, жаман ауыр сөзім үшін кешірім сұраймын. Және мөлдірге айтатыным, ата-анаға бар, ата-ана көмектеседі. Хадиша апай, былай айтсақ, негізі мен естеріңізге салғым келіп отыр. Сізді қара, Мөлдір алдында айтты, негізі Қызылорданың ауа райы баласына қолайсыз. Алматы қаласына ауа райы қолайлы болғаннан кейін осында келуге мәжбүрмін деді. Енді баласының денсаулығына байланысты біз өткенде дәрігерді шақырдық. Ол кісілер кәдімгідей жәрдем береміз деп күтіп отыр. Енді баспанада енді қайтсын, енді бала үшін қазір осында жүруге мәжбүр болып тұр. Қазір мен Максимка карантин кезде 2 айдың ішінде мен қиналып қалған шығармын. Қазір мен осы уақытқа дейін ұлымды бағып келдім. Біреудің бар бірден кезде жусамда бағып келдім. Баламен жүріп бағып жүріп мен жыламаймын. Мен бағып келдім. Мен үкіметтен де көмек сұрап жалғыз басты ана болсам да үкіметте көмектескен жоқпын. Нұр Отанда өзім қанша барсам да көмектеспеді. Оларда үмітімді үсіп қойғам, давно үсіп қойғам, құрып кетсінші. Тәте, тоқтаңыз, мен Қазақстанда тұрсам да, сіз Қазақстан азаматысың, сен медицина көмектеседі, көмектеспейді. Просто Қызылорданың кішкене андай жағдай болғандықтан мен шамам жетпегендіктен осы жаққа келдім. Мұқтажданғандықтан мен Айбар аға мен Тахир ағаға келдім, 30 барынаға келдім. Мен мұқтажданғандықтан қиналғандықтан. Біз оны көрдік, Мөлдір, біз оны көрдік. Саған мейлінше жәрдем береміз. Менің түсінгенім, енді таңдау өзіңде, өз еркіңде. Өзің қандай таңдау жасайсың, енді оны алда айтсаң білеміз, айтпасаң онда өзіңде қалар. Мөлдір, көңіл күйіңді түсірме, расында да ата-анадан асқан жан жоқ. Дегенмен, бір нәрсені ұмытпау керекпіз, біз әйел адамы күйеуінің разылығын алу керек міндетті түрде, ал ер бала болсам, ата-ананың разылығын алу керек. Сол нәрсені ұмытпасақ болғаны. Мөлдір, әзірше мен сені орныңа жайғастырайын. Міндетті түрде сенің мәселеңді әлі біз қарастырамыз. Қолдан келген көмекті біз ешқашан аямаймыз, сол нәрсені ұмытпа.